Еркінбек Тұрысов. Темірлан. Тарихи роман. 7 бөлім. Ертегіме аңыз ба? Бала жастан әжесі Әуелун өзенінен естіген сол бір хикаяны жошы, тіпті есейіп, ер қол баласы санатына қосылған шағында да ұмыта алған емес. Ол кезде бұлардың қыстауы Қастелі ата қоныс, Алтын Ононның шығыс жағасында еді. Алдыңғы алапта шағын қамысты көлдің айдыны көрініп жатыр еді. Көлі бар жерде ел бар жерде таусылмайтын сөз бар. Қыс түсті. Андастың айбынды ұлдары атқа ер салып, егеулі найза қолға алып, қорамсағын асынып, жортуылды өмір кешіп жатыр еді. Аларман, шабарман ел, барымталы бақталас, қоңсы, ру тайпалар бірде беріп, бірде алып, арадан жау, бастандау арылмаған ағайын. Сол құйқуы мол қиян кескі заманда тағдыр жіберген ажалдан, адам сілтеген найза жебеден қыршын кеткен өмір көп. Сенің батыр бабаң андас, емшектес бауыры, барласпен бірге қасиетті періште. Ана Алан-Құбаның перзенті еді. Бұлар ана құрсағына айнұрынан пайда болған ғайыптың ұлы. Жап-жас батыр Хулан жорықта жау оғына ұшты да, айдалада ақ отаудың ішінде мұңды әуен, сарқылмас жоқтау әнін айтып, жарыққа жаңа келген сәбие. Бұзан жыраны бесігінде тербетіп, жас ару Алан-Құба қала берген. Құлан келіп емізген құралайдың лағындай деп ұрпаққа аңыз болған сол оқиғада сол жылғы қыс сарқылып, қыс келістің кезінде жаңа көктемде басталған. Иә, сол жылғы қыстың сарқылуымен бірге Алан-Құбаның тіршілікке талғажау, талшық етер ас азығы да таусылып, мұң басқан, мұңдық күйін кешкен бір күні еді. Ұзақ түн өтіп, шығыстан шаң шапағы рауандап атқанда, ақ отаудың ашық қалған киіз жапсарынан сол көктемнің әуелгі ақ шапағы құйылып тұрған еді. Сағыныш мұңы сыздатқан жүрегі тар кеудеде дамылсыз лүпіл қағып, мархабат күнін армандап талумен тағы бір ұзақ түнін өткізген Алан-Құба сол таң алдында ғана талықсып қалғып кеткен еді. Көзін ашқанда әлгі жабықтың құйылған ақ нұрдың орнында тек шығыс етексінде айтылар ғайып бір сұлу бейне, қасы көзі қиылып, өзіне нұр шұғыласын сеуіп, жарқырай күліп, қарап тұрған жайдары жүзді жас жігітті көрді. Есі кете таңданған, тіл қатуға хәл жоқ Алан-Құба әлде бір шақта: «Кім боласың жігітім, қайдан жүрген жан едің?» деген. «Мен жазықсыз жабыққан, пеште пендесіне жіберген, күн пайғамбардың ұлымын. Сендердің саламат саулығың үшін келген жанмын. Менің өзімде, ізімде бір өзіңнен басқа пендеге көрінбек емес. Енді сен жесір жетімдік, аштық пен жоқтықтың азабынан азат жансың Алан-Құба. Мен әр таңның нұрымен бірге келіп, қасыңда болам. Енді сен бақытты, мұратына жетер жансың Алан-Құба. Көз жасыңды тый, жылама», деп мейірім төгіп қарап тұрғанда көзен ғайып болған. Ғайыптан түскен күн ұлы кеткен соң, аштықтан зарыққан Алан-Құба көзе толы қымыз, табағы толы алуа, сан алуан жемісін көрген. Иә, Тәңірі асыраған тоқтыны қасқыр жемес деген. Таң нұрымен келер күні пайғамбардың ұлымен Алан-Құба әр күні осылай кездесіп жүрді. Бай болып ешкімнен озып та кетпепті, ел қатарынан да кейін қалмаған. Оның Тәңірден тілегені де сол еді. Арада 2 жылдай мезгіл салып, Алан-Құбаның бұзан жырадан кейінгі 2 ұлы, аңдас пен барлас ғайыптың ұлы, күн перзенті болып дүниеге солай келген. Күн нұрынан жаралған 2 ұлдың байырғы жұрттан өзгеше ерек белгісі де бар еді. Бұлардың көз жанары таза аспандай көгілдір, сақал шашы күннен туған жалындай қызыл жирен болатын. Одан бері қызыл судай жылысып қаншама заман өтті. Құрдай құлпырған құбылмалы дүние қай пенденің басына мәңгі бақи қонақтап қалған еді. Бақыт құсы боп, басына бозторғай әнін шырқатып, аз жыл аялдаған қызыл дәурен Алтын Ононды жайлаған андастың көшін бастап, сөзін сөйлеген батыр атаң Есугейдің де басынан көшкен. Сол Есугейдің өзіне тартқан өркеуделі ұлы болғаны үшін өз әкең Темуджин де жас шағында жау қолында құлдықта, басы бұғауда, қолы кісенде болды. Бұл тірлікте татпаған қасіреттің уы жоқ. Есугей батыр басынан дәурен бағы неге көшті? Өмірден неге ерте кетті? Өз әкесі Темуджин құлдық азабын неге тартты? Кімнен тартты? Жас ұланның жүрегін жан жарасынан сақтайын дегені шығар. Ол жайында Әуелун әжесі де пәлендей сыр шешпейтін. Ол бір сұмдыққа толы сұрапылды өмірде не көп аламан шабыс жортуылды жол басып әкетер барымта көп. Көрші қонған ағайынның бірі қаста, бірі сау. Алыс жақын көшкен елдің азы доста, көбі жау. Соның ішінде қашанғы бір заманнан Онон мен керулен сыртын кернеп, қара орманмен қанаттас жатқан қалың татар тайшыттың бұл андаспен жауласпай өткен күні жоқ. Сол жортуылды күндерде аңда жүрген Есугей саят қызығымен ел іші, қосын нөкерлерінен көз жазып құла дүзге лағып кеткен еді.
Түн қатып жалғыз өзі ел іздеп келе жатып, жапанда маздап жанған жалғыз отқа кез келген. Бәлкім өз қосынының оты болар деп ойлаған. Келсе, бір құланды жайратып, қызыл өңіш, қансоқта қызығында, қауқылдасып жатқан бір топ мұздай қарулы бейтаныс аңшы, түнгі тоятқа кірісіп қалған екен. Енді шегінудің жөні жоқ, не де болса көрдім деп, қос басында аттан түскен. Енді байқады, бұлар андастың қашанғы ата жауы, татар тайшыттың азулы ханы, Тарғұтай Қырылтөктің ұялас бөрілер дейтін жол торушы қарақшылар екен. Енді болары болды, не де болса сыр бермек керек. Бәлки адасқан жалғыз аңшы дерде өз жөніме жіберер деп ойлаған. Көзгі түн отбасы олжа қызығымен өте шыққан. Таңмен бірге жүргіншіге таңырқай көз салған қарақшылар басшысы Аучы Кәззап, бұл келген өзге емес, өз дұшпаны жирен басты андастың азулы батыры Есуге екенін таныған. Аучы нөкерімен күңкілдесіп беймезгіл жүргіншіге таңғы қонақасымен бірге тостаған толы қымыз әкелуді тапсырған. Шөл қысқан Есугей қымызды сарқа сіміріп, атына ер салып, ерте аттануды ойлаған. Міне, ол жай басып келіп, ат тізгінін қолға алды. Ту сырты жаудың ысқырған ажал оғы атылар болса, ұрымтал қолайлы кез осы сәт. Бірақ жау қолы қорамсаққа бармады. Есен сау ұзап кете барды. Әйтсе де төбеден төнген құтқармас ажал Есугейдің жан алқымнан қанды шеңгелмен ұстап үлгерген еді. Ол ат басын алтын ононға, дел ойын болдың шатқалындағы қыстау қонысына түзеп, жедел бастырып келе жатты. Ат жалымен желесіп, алыста қарауытқан қасиетті батыр атасы Хабул ханның мазар қорғаны таяған сайын ішін өрт, сыртын мұз жайлап, суық тер жуған көз алдында аспан жердің арасы шыр айналып, төбеден төнген сұры тұман тұмшай түсті. Ол қашанғы қайсар жігерін жиып, ат тізгінін қаңтарып, есік алдында қалдырды да, әр кездегідей байсалды басып барып, үйіне кіріп, төрдегі өз орнына отырды. Жақын кел, әуелун, бірлесті жыл, жақсы күндеріміз осымен тәмам. Дұшпандарым у берді. Мен үшін ұлдарымның маңдайынан сен сүйгін, қош, деп арқалығына қойылған қара мақпал жастығына шалқалап құлай берген. Бұл опасыз залым дүниеде қасқой зұлымдықта шек болған ба? Болса, әкені жұтқан қорқау хан әзірге дұшпандықтан бейхабар балаға ауыз салмас еді ғой. Ондай күн, ондай жан ол күнде қайдан табылған? Есугейді өлтірген хан Темүджинге ор қазғанда өзіне көр қазғанын қайдан білген? Шектен асқан содырлық, қызыл көз, қызғаныш соңы өз басына сор боларын неге ойласын? Есугей өлгенмен оның ізімен көзі өлмеді. Арада ағын судай жылысып, 6 жыл өткенде керулен үстін кернеген ұлан асыр той болды. Монғол тойы. О бір жағы көлгөсір шашу, думанды дүбір ат жабыс, күш сайыс, садақ тартыс, өнер жарыс. Елдің елдігін, ердің ерлігін сынайтын, бақпен байлықпен келер дабыра, даңқтың мерейі. Ол дүбір бақ сынаған жалғыз атты кедеймен байлыққа сенген шонжардың бетпе-бет келер жері. Құдірет ісіне шара жоқ. Ат шаппаса бап шабар деген. Сол бір ұлы думандағы ұлан асыр бәйгеде алтын тұрманды Байбағыланның тұлпары емес, жетім кедей Темүджиннің жалғыз аты қалыңды жарып жеке келген. Енді міне, Хабул хан қорғаны жанында жазғы жайлауына қонған Есугейдің қашанғы қара шаңырағы алдына шаң түсте шонжар жұмсаған шоғырлы топ сау ете түскен. Ей, Есугейдің күшігі, күштімен айқасып күніңді батырма. Тарғудай Қырылтөк жіберген сыйды алды, жүйрікті бер, десті. Ол не сыйлық? Күміспен қапталған тұлпар тұрманы. Тұрман, ол менің не теңім. Маған тұрман емес, мініп жүретін ат керек. Ендеше сөз мынау, батыр екенсің, қайсар екенсің. Сол қайсарлығыңды хан алдында көрсет. Қане, ұстаңдар мынаны, деп қара құзғындай жабылы ұстап, шидер салынған жас асаудай бұлқынған Темүджинді жандай шаптар азу көрсетіп, айбар шеккен хан ордасына апарған. Демек, тең дүниеде жүруге келіспеді ғой бұл Есугейдің күшігі. Бұл солай, қақпандағы бөлтірік бөрі болмас деген. Ер болып еркіндікте жүруді ұнатпаса, құлақ кесті құл болуға жарар. Мойнына бұғау, аяғына кісен салыңдар да, аямай іске қосыңдар, деген. Я, сол бір тағдырдың қырсық шалған күні, көркөкірек Тарғұтай Қырылтөк оңбай қателескенін білген жоқ. Қақпанға түскен бөлтірік, көкірегінде кек зары қайнаған жаралы қасқыр енді бір ғана Тарғұтай Қырылтөктің басына емес, құлақ естіп, аяқ жетер жихан үстіне жасының от ойнатқан қара дауыл боп төнер деп кім ойлапты? Күндерде бір күні Темүджин аяқтағы темір кісенін үзді. Жасақшы қарауылды сол кісенмен қасқа маңдайдан сілейте соқты да, кең дүние, бостандық ауылы қайдасың деп жөнелді. Оның қолынан шидер, мойнынан қамыт ізі кетсе де, көкірегіне терең сіңген кек запыраны кетпеді.
Ол енді жалғызда үн, жаяуда шаң жоқ екенін білді. Енді құштар көңілдің айызы, күн көрем десең күшті бол. Білек біріктір, тобыңды топта. Қайратын жаны, қалың қолдың басын қос. Қол бастап семсе сілтеп, елдер шауып, мыңдардың күші, көк найзаның ұшымен ұшан байлық, қарақұрым мал айтап, пұл мен құлды мына ұлы баба, Қабул ханның қорғаны. Кең өлке керуленің үстіне тау қылып үйгенде ғана тынар жолын таңдады. Сол құштарлық жолы жапан жүзіп, дала кезген жас жолбарыс, аш бөрі Темүжинді осынау бір жылдары Есугей батырмен жорық жолы табысқан. Өзі Тайшыт ханы Тарғұтай Қырылтөкпен ежелден егес. Қырғи қабақты теріскей шеттегі Алан Ноян қол астындағы Уранхайға апарған. Мен саған асқан айлакер қолбасы бастаған 1000 әскер берем. Жорыққа аттанда қарғыс атқан жауыз Тарғұтай Қырылтөктен кегіңді қайтар, малыңды еліңді азат ет, деген ол. Бұл кеудеде кегі сахарадай қайнаған өзі жерде, мақсаты көктегі. Темүжинге жер тәңірісі емес, аспанда күн құдайының өзі жіберген сыйлығы еді. Тірі жүрсе мына жақсылығың мойнымда кетпес, хан, деп Темүжин ерулі атқа ер салып, өмір бақи тот баспаған Есугейдің көк найзасын қолға алған. Ол мыңбасы 20-ның ішіне енді кірген, жасында жанулы қанжардай қайнаған, Сүбедей атты батырды сол жолы көрген. Ел деген жарықтықта қызық. Кейде қара серке бастап тоғытпаға бет алған қой секілді. Қаншама жылдар құланның қиындай пышырлап басы бірікпей, бірі сай бірі қырда, ит жемі күн кешіп жатушы еді. Енді әлдене алдағы дабыл дүбірін сезгендей, Темүжин батыр ел қорғаны десіп, оның атын ауыздан тастамайтын болған. Сол тұста әуелгі Уранхайлық мыңдық маңына сан атыраптан сағалап келіп жатқан шағын топ, қол қосында есеп жоқ. Күн асқан сайын молайып, қарасы қалыңдай түскен. Енді солы жұрт елеріп күткен ұлыстың ұлы күні туды. Қаншама дәуірді көріп, қаншама заман таңын атырған алтын онның биік жағасынан басталып, қиырға қол асқан ұлы даланың үсті тобырлы ел, лек-лек әскер қолына толған. Жаңа көктемнің жасылын жамылған жайсаң биікте, оңаша оқшау қонған еңселі ақбоз үй алыстан айқын көрінді. Үй сырты ат тағасындай айнала көксіңкі найзаларын биік ұстап, көк кіреуке болат дулығалары күн сәулесіне шағылып, иін тірескен торғауыт жасақтары. Үй іші толған ылғи ығаймен сығай, толымда жайсаң жандар, ру мен тайпа көсемдері, ноян баһадүрлер. Нақ төрде кілем үстіне кең жайылған өрнекті сырмақта, оң жағында Темүжинмен иықтас күллі андастың атақты биі Үйсін. Бұларды қос қанаттан жалғап ру ақсақалы Дәрітай Отшығын, Алтан Нойон, Саче Беке, Бөрі Бұқа, Бауыршы, Тайшы, Құшар, Итжеген, Қарачор Нойон, Жалма Нойон, Тағычар Нойон, Сүбедей Баһадүр, Дүрбай батыр отыр. Ұлы құрылтайдың басталар мезгілі туды. Орнынан ақселеу қос бұрымы күмістей жалтылдаған ұзын ақсақалына қосылып, омырауын жапқан еңселі ер тұлғалы кәріби Үйсін көтерілді. Айналасын биіктен бірер шолып, көтеріңкі үн тастап сөйлеп тұр. Әр сөзін ақыл, білмегенге жұмбақ. Аттың жалы, адамның күші тек біріккен бірлігінде. Талшықты тартып балада, көлде ұшқан шағалада үзеді. Талшықтан ескен қылар хан, айдау бермес асауды тал мойнынан ұстайды. Хансыз ел, ескексіз қайық, қазғонбас жансыз көлмен тең. Егесіз елді рода жейді, бөріде жейді. Оны өзге емес өз басымыздан кешумен келдік. Енді ұлы атамыз Қабул ханның әруағы алдында, күн құдайының шапағаты астында тізе бүгіп, ант етіп, төбемізге көтерер ханымызды таңдаймыз. Ол орнынан баяу көтеріліп, оң жағында отырған Темүжинге бұрылды. Оның алдына тағзым етіп бас иді. Енді ол маңғаз қозғалып есікке беттеді. Темүжин де солай аяңдады. Есік алды алаңда ашық төселген ақ киіз. Оны айнала ірі шонжарлар, баһадүрлер, нояндар, ұлыс билері қоршап тұр. Темүжин аяғын алшаң басып, ақ киіздің үстіне шықты. Арбиған маймақ аяғында ақ былғарыдан оқа ойылап тігілген қайқы тұмсықты кең қоңышты етігі, басында шанжар төбелі сүрсілеусін бөркі. Жирен бұрымы шудаланып иығына төгіліп, сары шегір көзі шоқ жайнап, кең кеудесі насат өркештеніп, өрлей түсіп отырды. Қарсы алдынан бірер қадам басып, Үйсін би шықты. Ол Темүжиннің алдына бір тізерлеп жүгініп, тауат етті де, қайта көтеріліп, оң қолын биік көтеріп, көк аспанды нұсқап, зор даусымен кең даланы жаңғыртып сөйлеп кетті. Уа Темүжин, көк құдіретінің бізге жіберген елшісі, басыңды көтерде көк жүзіне көз жібер. Көргін, білгін, қабыл ал, барша ғалам жамағат алдындағы қасиетті ісіңді.
Көкте Құдай, жерде сен. Сол ұлы парызыңа адал бол. Құдай жолын қабыл қылмай, пенделікпен адассаң, жихан жазаңды берсін. Сен осы күн, осы сәттен көктен түскен жиханның пірі. Ұлы хан, барша жұрттың биік шыңы, Шыңғыс хансың. Қане сөйле, Шыңғыс хан. Ол айнала анталаған топ, ақ киізді шірей көтеріп, қоршаған баһадүр ноян ұлыс тайпа көсемдерін өткір жанарымен бір шолып. О қасиетті бонын, көгілдер керуленнің ұлдары, мені хан көтеріп, халайық алдына келдіңдер. Бұдан арғы әмір, сөз менде. Бізді алдымызда ұлан асу қатерлі өткел, қиын жолдар күтіп тұр. Сол жолда өлсек басымыз, тіріде ісіміз бірге. Көк Құдайы, ұлы Хабул хан бабамыздың әруағы алдында Монғолдың соңы мерейі, ақырғы арманы тынғанға шейін, жихан жүзінде Монғол мерейі үстем болғанға дейін жанымыз, қанымыз бірге. Осыған көндік, секті бердік десеңдер, көк тәңірісі астында бар дауыспен ашық айтыңдар. Баста, біз өзіңмен біргеміз, ұлы Шыңғыс хан, деп бар даусымен күркірей айқайлады бауышын ойын. Баста, бізді ұлан ғайыр ғаламға. Барша жұрт баһадүрлер, нойондар, көсемдер, одан әрі қалың ормандай қайысқан жұрт, найзасын жерге тіреп, иінтірескен мыңдықтар мен түмендер бастарын төмен иіп, тізе бүккен. Нояндар қос тізерлей шөгіп, маңдайымен үш қайтара жер ескетті. Бұл сертіміз бен антымыз көкте Құдай, жерде Шыңғыс естісін. Жорықта, ұрыста, жеңісте, салтанат кезі, қайғы мұңды күнімізде біз өзіңмен біргеміз. Адалдыққа ант етеміз, ұлы хан. Біргеміз, ант етеміз, ұлы хан. Баһадүрлер, нояндор, бірге көтерген көп дауыс, одан әрі қайысқан қара халық, көксүңгі найзаларына сүйенген сан мың қолға ұласып, тамылжыған таза ауада күн күркірегендей жаңғырықты. Тағдыр сәтін келтіріп, көк құдіреті қолдаса, адам ғұмырының шығар биігі, жетер мұратының шегі жоқ. Сұм заманның сұмдығы зұлымдықтың қақпанына тым ерте, бала жастан түсіріп еді. Аш-жалаңаш құлдықта, қорлықта өткен өмірде ол аранын ашқан ажалмен бірге жүрді. Ол мың өліп, мың тірілер күндер кешті. Даланың сұрапыл боранына ұшып, орманында шіріп, не жау оғынан мүрдем кетуі әбден мүмкін еді. Бірақ сақтаушы тәңірі оны төбеден төнген зұлмат қатерден сан рет сақтап, дозақтың қыл көпірінен аман өткізді. Аман өткізіп қоймай, оны жихан кеңістігі көрінер құдіреттің тек бір ғана жанға, ұлы ханның маңдайына жазған биігіне көтерді. Ол енді ұлы хан, көк тәңірісі жер бетіне өзі жіберген жалғыз елшісі Шыңғыс хан. Алтын оның бойы алыста көрінген шыршалы шың тауларға қарай созылған ұлан дала. Жазғытұрым аспан айдынының қалың жұлдызындай топ-тобымен шоқтана отырған ауылға толатын. Шұрқырай өрген үйір-үйір жылқы, құлдырай шапқан құлын, жамырай өрген қой қозы, шудалары жер сызып маңғаз көшкен түйелер, асау мініп құйындата құла дүзге жүйткіген жас желеңдер, өмір пердесін енді ашқан жошының көз алдында балқаймақтай үйіп тұрар еді. Ақ шоғыр бұлттар көшкен зеңгір аспанның көз жетпес биігінен мархабаттың әнін шырқап, қияншетке қалқыған тырналар көшін ұзатқан бала көңілі, кіршіксіз сәби жүрегі, мына көктем көгімен түрленген сиқырлы сұлу дүние, осы сұлулық көркімен бірге соншалық сұрқия сұмдығы мол, зұлмат зұлымдыққа да толы екенін ол күндері қайдан білетін еді. Енді міне алты ұлыстың, алты арыстың ілкі жақсы хан баһадүр, нойон, алпауыт бай бағландары сарала жабдықты арғымақтары мініп, құлан құйрықты сарала тулар көтеріп, алтын онының өрінде Хабул хан бабаның қашанғы қара шаңырағына жиылған. Дуылдаған ел, гүлдеген сөз, ұран тастап, ұлылық парқын аспанға атқан нөпір топ. Бәрінің аузында жалғыз сөз, ұлы құрылтай, бәрінің айтатыны бір ұран, ол Шыңғыс хан, ұлы қаған. Аспандағы күн құдайының жер жамағатына жіберген жалғыз өкілі, жалғыз тірегі, жалғыз хан, қаған, Шыңғыс хан. Ал Шыңғыс хан туында бір ұран, ол жеңіс құдайы, Сүлде. Ол енді қашанда ұлы хан Шыңғыс ханмен бірге. Көкте Құдай, жерде қаған, ұлы Монғолдың туын ол енді тек алға, жаңа жер, жаңа елдерге бастамақ. Барша жер, барша ел түгелдей Монғол атының аяғы ең шеткі теңізге жеткенге дейін дамыл алмақ емес. Енді ұлы құрылтай ақ киіздің үстіне хан көтерген Шыңғыс хан туы астына алтын онын, көгілдір керуленнің тоғучар нойон, жебе нойон, Бұрынтай баһадүр бастаған Торғауыт түмендері, Қарачор нойон бастаған Барластар түмені, Сүбітай баһадүр бастаған Уянхай түмені, Бала нойон бастаған Ойрат түмені, Алақ нойон бастаған Дүрбіттер түмені, Бөгурджи нойон бастаған Өлеттер түмені,
Дүрбай Баһадүр бастаған байттар түмені сап түзеп тұрды. Онының бойы көк аспанның асты ылғи жарау ат мініп, көк сауытқа құрсанып, қайраулы қылыш, егеулі найза қолға алған мұзбалақтар жасыл жасақтары легіне толды. Онының бойы қиян қырқалар үсті, ол күндер мың-сан тігілген қосын дүбірлете айдалған жылқы. Күн-түн қатып ағылған әскер легіне ұласып, дауыл қозғаған теңізде толқып жатты. Түн баласы аспан асты даланың жүзін лаулаған отқа қақтаған қан соқта ет, үйтілген құйқа, күйген майдың қоңырсақ кермеге иісі кернеді. Қос-қосының алдында от алауы, айдың жарығында ұялас қасқырдай таласа тартысып, жалаңдаған сапымен шарт-шұрт кесіп, жұла жұлқып, май асап, қан жұтып жатқан ұшы қиырсыз қара топ. От үстіне төнген ылғи жазық бет, май бөксе, қысық көз, майлы қара жау жүрек, жауынгер, қанды көбік боршаны қара қанжарға түйреп, қызыл көмекейге таласа тастап жатты. Аңыраған шексіз дала, құла дүние құшағында, дауылды боран, от пен су, шыжыған аптапта, қақталған қара нөпір қосынға бұдан асқан өмір мұраты болмақ емес. Одан өзге жан ләззатын керекте етпеген. Алты ұлыстан келген 6 түмен, хан ордасы Торғауыттың қос түмені, 8 түмен 80 мың қол. Ішкі Алтайдан қиырдағы Син империясына дейінгі ұшан теңіз өлкеде шілдей бытыраған ел, тайпалардың бірде-бірінің маңдайына бітпеген. Бірақ құралай жастығын бұғаулы құлдықта, ақиреті арылмаған азапта өткізген, шемен жүрегі заһарға тола, жаралы жолбарыс, Шыңғысхан мұраты тек осы Алтай мен Саян, шығыстағы Хенген арасы емес. Әзірге ат аяғы адамның көз құлағы жетер жерлерден тым кең, тым алыс алшақ жатыр. Құдай сөзімен, Құдайдың еркімен, жер Құдайы өзі болмайынша, мына шүйберідей шулаған бәтер бәтуәсіз сұрқай дүниеде екі көздің бірі жау, екі күннің бірі тамық. Өзгені былай қойғанда мына іргедегі Таңғұт, Енисейдегі Қырғыз, Батыс Алтайдағы Меркіт пен Керей, Найманнан ата заманнан бергі бұл қалқа Монғолдың көрген құқайы аз болған ба еді. Ежелгі дұшпан ата жау бас біріктіріп, қол түйістіріп, тағы бір ақиретті басқа орнатпай тұрғанда, бұлардың ел мен жері тарпанның қиындай бірі сай, бірі қырда жатқанда, шеру тартып, шеп бұзып, шеттен тиіп, аспан асты жер үстін, ат тұяқ жетер дүниені түгелдей Моңғол табанына салғанға дейін ат айылы босап, Моңғол басы жастыққа тимек емес. Сол есеппен күн-түн қатып, думандатып, түмендерін топтап, жау жарағын сайлап, дамылсыз күндер кешкен Шыңғысхан заманының айтулы доңыз 1203 жылы жеткен. Тағдырдың өзі асықтырып жатқандай, сол бір жылдың көктеміде алтын оның бойындағы қалың Торғауыттар еліне жылдағыдан ете келген. Амал, наурыз кіре қар көбесі босап, жылғалардан жылысып сулар ағып, көбікті көлдер көк мұздың құрсауынан босаған. Бұл кез мәңгілік мұзарт құздары құрсаған Гималайдың сан тарау асуларын асып, жылы теңіздер өлкесінен терістіктің қиырсыз орманды өзен, көл дариялы алабын бетке алып, қиқулай келіп жатар келгін құстың мезгілі. Дала көлдерінің айдана жылы сулар үсті ағыла қонып, қиқулай ұшып жатқан қисапсыз көгала үйрік, қоңыр қаз, ақшағала аққуға толған. Сейіл құрар, серуен сүйер ханзада, бек-бегімдер үшін бұдан артық пәни тірліктің ұжмағы, бұдан асқан жан ләззаты болған ба еді. Сол амалдың айтулы бір күні атақты Есугей батырдың ілегалды немересі, бүгінде мәртебесіз шырқауға шыққан Шыңғысханның үлкен бәйбішесі, бөртеден туған үлкен ұлы жошы 14-ке толған жасында, өзінен 4 жас кіші, бөрі сері інісі үгедеймен бірге, қасына Торғауыттың бір қосын жайсаң жасағын ілестіріп, көгілдір керуленнің бойында дабылдатып құс салып, сұңқар саятында жүрген. Басына сілеусін бөрік, үстіне белін жалпақ күміс кемермен қынай буған ықшамішік, аяғына сары сақтиян етік киген, құлан желісті құла арғымақты жошы. Қолында Делуин болдық тауында торға түсіріп, әйгілі құсбегі тоғы баптаған, қара талан ителгісімен қылаң боз жүйрігінің үстінде үкілі тымақ киіп, құндыздай құлпырған үгедей, оң қолына қондырған сылаң сұңқарымен келе жатқан. Сұңқардың жолы үлкен, серті биік. Сұңқар бар жерде өзге құсқа орын жоқ, сілте деген жошы. Қалың қаз керуленнің кеңістігін тұмшаған бір шағын айна көлдің жағасына келгенде, қос жанары шоқтай жайнап, тағат таппай ентелей түскен үгедейге тіл қатып. Ал сен ителгіні қайда салмақсың жошы? Ителгі сұңқармен таласпайды. Мұның әуселесін сырттың бетегелі белінде дуадаққа жібергенде көреміз. Ендеше кеттік деп үгедей оғыз тебініп, қылаң жүйрік тізгінін еркіне берген. Үдере соққан дабыл суырла жөнеп, бауырын жазып, көсіле шапқан аттың жел-желігі үстінде үгедей сілтеген сұңқар көл бетінен көтерілген қалың қаз арасында найзағай отындай жарық-жұрқ сорғып кете барған.
Қияғынан жараған қыран сұңқар, ода бір құрбандыққа қатесі сілтеген алмас семсер. Қимылына көз ілеспес жай түсірер жасынның оты. Төбет қауырсыны аспан жүзінде қардай түтеген қоңыр қаздар көл жағасы жазық майданда топ-топ құлап жатқан. Қиялай ұшып, қиғаштай тиген алмас тұяқтан топшысы қиылып, алмадай ұшқан қаз үйрек ол күні саяткерлер қанжығасын жетерлік аққандаған. Жапан түзде киіз қостың ішін думандатып қонып шыққан саятшылар енді баян ұланның байтақ жазығына шығып, ен далада шау тартып, мамырлап жатқан қалың дуадаққа, жошы ителгісінің өнерін көруге келе жатқан. Саят қызығының талай таңын атырып, талай күнін батырған жас сері, жошыға ителгінің көк жүзінде тас түйін боп, оқтай зулап, дуадақ тепкінінен асқан айыз қандырар қызық жоқ. Ашық аспан, ашық дүние, кең дала, барша ғалам айна жүзі алақанда тұрғандай. Әне, анау алыста, сағым ойнаған сары дала, көгілдір көкжиекте, қойдай жусаған сол дуадақтар үйірі. Жау келерін бір сұмдықтың боларын сезіп, өрісіне үрке көтеріліп, ығыса, ықтап, маймаңдай жылжып барады. Енді міне ұрындының кезі. Оңтайға келіп қалған жошы, үдере соғып дауылдатқан дабыл екпіні астында, құла жүйрігін құйындата шауып келген бетте, ауыр көтеріліп, көз жүзіне өрлеген көк мойынды көк дуадақтар тобына қара тарланын құлаштай семеп жіберген. Ителгі оқтай атылып, аспанға самғап шыққан. Әне, уа пәле, қараңдар әне, деп дала жаңғырта, шаттана айғай салған жошы, құланның тізгіні шірей тартып көк аспанға шаншыла қарап қалған. Алда айызы қана сүрең салып зулаған үгедейдің соңында, дүліге шапқан нөкерлер атауыздығымен алысып, жошы жанына топтанып, аспандағы айқасқа бұларда жапа-тармағай көз тігіп қалған. Уа пәле, қараңдар әне, жошының даусы тұнық ауаны жаңғыртып, тым биік естілді тағы да. Сол сәт мұндағы барша саяткерлер көк аспанда, шырғау биікте, ноқаттай боп тас түйін түйіліп, сала мойнын созып жіберіп, жанталаса қанат сермеп, ұзап бара жатқан дуадақ тобы үстінде шүйлі сорғып жүрген бармақ басындай қараны көрген. Әне, шірей тартқан жебедей, әуені жарған сұмдық суыл естілді. Ол тажалуғының суылы. Ителгі оқтай зымырап, келген бетте дамылсыз қанат сермеп, жәндармен ұзап бара жатқан нән ата қоразды ту сырттан сүйкеп өтті. Сол замат тағдыры талассыз тынған даланың ақ бауыр қызыл арқа марқасы аспан жүзінен астан-кестең аударылып, жер құшағына құлап келе жатты. Қыран тарлан алғанына, жегеніне емес, тепкеніне мәз, тұнжыр көзге қан толып, қиянға қайта шырқап самғайды. Аққан жұлдыз ағынымен сорғатыла, сорғып теуіп жібереді де, жалт ете қайқайып қайта өліп кетеді. Тарлан тепкісінен, топшысынан қиылған, желкесінен үзілген апай төс, ауыр құс бар екпін салмағымен жер төсіне соғылып, қанды көбін құсып, әр тұста жайрап жатты. Қиқұйлай шауып, қиян көктен құлаған олжасын теріп, қанжығаны қанға бөктіріп, керуленнің кең өлкесінде апталы күн саят құрған хан ұлдары, жошы мен үгедей, сол айтулы амалдың ортасында, алтын оның бойында, ай астында айқара түтін салған Есілгөй қыстауына оралған еді. Қоржын қос қалақ пен бөктерге, қанжығалар толы олжа, қолдарында құсы екпіндей бастырып, саусылдап келе жатқан жошы мен үгедейді. Қыстау сыртындағы қырқада бұлардың немере ағасы, ұлы хан Шыңғысханның інісі Итжегін қарсы алған. Ол салған жерде: «Ей, екі малғын, әуейінің әнін айтып, өнбес іске әуре болып сендер жүрсіңдер. Әне, анау шағатайды көріңдер. Шыңғыстың шын ұлы сол, кешегі кеште Алтайдан алдырылған атақта шаманның алауы астында, ұлы қолбасшының қолынан күн құдайдың сыйлығы, күреуке сауыт қару жарағын алған. Ол енді кіші хан, жебен Нойонмен бірге әскердің сол қанатының басшысы», деген. Сол қанат шағатайға тисе, қаһарлы қара ортамен оң сапарлы оң қанат олжа бөліске түспеген шығар. Кімнің түмені күшті, кімнің әскері айбарлы, кезінде көріп алармыз деп, жошы қыстауды беттеп тарта берген. Күн кеш тартып қалған еді. Аңғарды ымырт шапқан қара кеште қыстаудағы ең үлкен, ең биік Есілгөйдің қара үйінің алдында, кең алаңқайда екі жерде алауы биік шалқыған отмаздағы көрінген. Ол рәсім аз болса да, Монғолдың өмір салтын көрген жошыға таныс. Бұл ұлы шерудің алдында қасиетті орданы жын шайтан Деу перінің зұлмат зиянынан қорғаушы жеңіс құдайы, Сүлденің еркімен Монғол әскерін алыс ел, жаңа жерлерге бастайтын жас ханзадалар, жошы мен үгедейдің әуелгі жорық сапарына арналған қарт шаман Бәкейдің жаққан маздағы оты. Туған анасы Бөртенің оң қанаты Ақбоз Орда үйінде аттан түсіп аз кем тыныс сәтін өткізген жошы мен үгедей енді өздерін бүгінгі кештің рәсім салты күткен Есілгөй атасының қашанғы қара шаңырағына келген. Үй алдында маздаған қос алауды күзетіп, найзаларын айқастыра ұстап, еркі торғауыт жауынгері тұр. Бұлар сол найза асты, от арасынан өтіп,
сайып қыран үй күзеткері ашқан қашанғы қара есіктің табалдырығын аттаған. Ортада топтана жанған 7 шырақ көрінді. Үй іші ала көлеңкелі күңгіртте сұсты. Мыстығырдың үстінде түтін салған шұпар гүлінің ащы иісі аңқиды. Төр жағалай кереге басына кере тартылған теңбіл барыс терісінің бетіне айқасқан 7 найза. Төрде қат-қабат төселген ақ киіздің үстінде күллі андастың ақсақалдары. Ұсын Нойон, Дәртай Отшығын мен олардың ұлы әжесі Әуелін кемпір. Бұлардың оң жағында найза бойы жерде, марал төсегінің үстінде бастарында шыңдауыл болат дулығасы, үстінде көк кіреуге сауыт, алмас семселерін алдына көлденен қойып, жүзі күреңітіп, сол жақ бетінде қас қабағын қоса найман қылышы шапқан қиғаш тыртығы айқын көрініп, жалғыз көзі жасының отындай ұшқын атқан әйгілі Сүбітай Баһадүрмен. Оның сол жағында шомбал шоғыдай боп шөккен сом тұлғалы еңсегей батыр Жебен Нойон отыр. Жош мен үгедей қатарласы қадам басып, енді ұлы атасы Ұсын Нойон мен Әуелін әженің алдына келген. Қол ұсыным жерде тізе бүгіп, қос алақанын жайып, қастерлі рәсімге мінәжет еткен. Ұсын Ноян саусақтары салалы, көн алақанын жайып, жеңіс құдайы Сүлденің шарапатын шақырып, қос ұланға батасын берген. Әуелін әже кішкене күміс тостағанын биік көтеріп, жас қанзадалар төбесінен жолбарыс өті қосылған, хош иісті жұпар суын сеуіп, тәңірге тәуіп еткен. Бұл кезде еңсегей бойы көктіреп, орнынан көтерілген Сүбітай Баһадүр мен шомбал тұлғалы Жебен Ноян, жас батырларға арналған орданың рәсімді сыйлығы, болат дулыға, көк кіреуке сауыт, алтынды зерделі қара қалқан мен қынабынан суырылған наркескен қайға қылыштарын тапсырған. Жош мен үгедей батыр атасының қашанғы қара ордасына ерке бұлан немере Сейілпас сері ханзада болып кіріп, енді ата заманға тайпа хандарының салтымен салтанат рәсімі өтіп, көк сауытын киіп, жау жарағын асынып, ел қорғаны, қолбасы жорық жолын бастайтын батыр, ұлан болып, өздерін күткен шексіз дүние әлеміне қадам басқан. Таң атып, күн сәулесі ұлы дала үстіне нұр шұғыласын шашқанда, жауынгер салтымен көтерілген Жош мен үгедей бұл күнді толса бастаған ажарлы анасы бөрте алдына шақырып, маңдайын иіскеген. Көзе толған көпіршіген саумал қымызын ұсынып. Ал ұланым, сендерді ұлы хан бастаған ұзақ жолдар күтіп тұр, аттарыңа мініңдер деген. Орхонның айдынды алқабы күншығысқа қараған Қарадөңнің үсті қайнаған әскер, қалың қол Моңғол әскерінің жазғы тұрағы. Бұл шеткен Нояндар бастаған түмендер қос тігіп, қорамта жиып, әскери ойын ойнағын құрып, күн сынағынан өтіп жатқанына 2 айдың жүзі болған. Таңмен таласа атқа қонған Шыңғысхан, өз басын қорғау жүздігінің басшысы Жемел Хаджиді, өз ұлдарынан Жошы Шағатай үгедейді ілестіріп, түмендерді көз қарағынан өткізіп, оның сыртындағы биік қорғандағы көшпелі ордасына қара кеште оралғанда. Бәлки алыстан қайтқан елші еткізген үрдіс хабардың әсері шығар. Әркес ат үсті арып келгенде, қат-қабат жайылған қатқыл ақ киіз төсеніші үстінде, ер тұрманына арналған жәмшіл жастаған желкелікке алып, күзенішігін айқара жамылып, аяқ соза тәтті ұйқы тұнығына батып, таңмен бірге сергек көтерілер ұлы хан, ол күні түннің бір мезгілінде шымшытырық мәнсіз түс көріп, серт оянып бас көтерген. Көрген түсін айтып жортатын бәйбішесі Бөртекші ханым, меркет қызы Күләнда да жанында емес. Хан тағына отырған 10 жылдың ішінде барымталас, бақталас, көрші тайпалар мен шығыс батыстың қым-қуыт жұрты үстіне қылыш ойнатып, тай-тай пұл, қарақұрым мал мен құлын айдап келіп, бір басы 100 қатынды соншама нөкерімен бауырға басқан ұлы қаған үшін әйел заты пәлендей таңсық емес еді. Әйтсе де әлгінде көрген жай, қылышынан қан тамған қаһарлы ханды қайран қалдырған. Өзі түз сапарында қоналқы түнін өткізер осы қара орданың іші екен. Төрде базбаяғы жер иісі арылмаған қатқыл төсегінде, маңында тірі жан жоқ бір өзі жатыр екен. Кенет боз туырлық тұтылған боз үйдің ішінде сырықтай бойлы жеңіл ысыл дыбыс беріп, сусып келе жатқан әлдененің жеңіл сыбдырын сезіп жатты. Ол әрине өзге емес, өзінің өрімталдай кербез сұлу Керім ханымы Күлән болса керекті. Ежелгі бір үрдіспен мұның бармақ саусағын ұшынан шымшып оятып, жымия күліп тұрмас па еді. Неге бұлай? Күзеншік астына сусып кіріп келе жатысы қалай еді өзінің? Кенет ол тұла тұлғасын отты қанжар қарып өткенде мұзарт жүрегі дір ете түсті. Жанында, басында Хорезм ханының алтын тәжі, жалаң денесінде Қытайдың жеңіл қорқасы, қасы көзі қиылған, қара шашы мойнына оралып, шығыстың хас сұлуы жатыр. Кеудесі ақ төсі, балғын білегі, қынай белі, бар болмысы ертегідегі айтылар үрдің қызы. Тұнжыры көзі кірпік қақпай тесіле тұнып қалған. Еспе елеспе бұл. Қаған аяғын қойнындағы жұмбақ арудың тәніне тигізіп еді. Өз тәні мұз қарып өткенде кері серпілді. Хан құшағында кеудесі мен басы,
Әйел одан төменгі барша тұлғасы сұлайы созылған айдағар жылан екенін көрді. Ол кенет қайыспас қаранардай күшін жиып, мына сұмдықты ортасынан қақ бөлуді ойлап, жанындағы алтын сапты алмас қылышына қол созды. Қылышты қынабынан суырып, құлашын жазып сермеуге қалғанда, орда есігінен сырттағы түнек түнге сусый жөнелген әлгі сұмдықтың тек ирелең құйрығын ғана көріп қалған. Ашу кернеген хан қаһарға мініп, атой салып тұруға ұмтылғанда, өз дауысы, өз әрекетінен шошып оянған еді. Ұлы хан сұмдық түстің әсерінен айға алмай, арбиған еңсесін биік көтеріп, киіз төсегінің үстінде ойға батты. Хорезм ханымының алтын тәжін киген, әйел бейнелі айдаһар нендей зұлмат істің елесі. Пер боп келіп, жылан боп қайтқаны не сұмдықтың белгісі. Алдыңғы күнгі алыс батыс елінен қайтқан өз елшісі Махмұд Алуаштың жеткізген хабарының көк тәңірісі көрсеткен елесі емес пе екен ол. Иә, қаншама жол басып, таулар асып, ұлы шөлдерден өтіп, сонау бір қиырдағы бұхардан қасына екі нөкермен оралған Махмұд Алуаш кешегі кеш алдында Шыңғысхан ордасы алдына келіп, алқымын ақ көк басқан аттарынан түсіп еді. Қол қусырып ұлы хан алдына тізерлей шөге кеткен Махмұд Алуашқа шаншылар төнген ұлы хан: «Кәне, сөйле мұсылман. Сыйлаған елмен сыйласу ұлы Хорезмнің салты. Шыңғысхан сауда көпестерін жіберем десе, жолымыз кең, базарымыз ашық. Ал күш жағынан бізге ешбір елдің өктемдігі жүрмейді. Бұл жиһанда ұлы Хорезмнен асқан құдіретті патшалық болған емес», деді. «Өктемдігі жүрмейді? Ха, ол солай айтады. Ол соның сөзі. Ал айта түс мұсылман, тағы не сұрады сенен Хорезмнің патшасы өркөкірек Мұхаммед? Сен мұсылмансың, дініміз бір, піріміз бір адамсың. Туып өскен жерің өзге емес, өзіміздің үргеніш. Дінсіз дұшпанға сатылмай шыныңды айт. Шыңғысханның әскері қанша?» деді. «Ал сен не айттың мұсылман?» Шыңғысхан құрбандығын көрген жолбарыстай жонданып, шегір көздері шатынап, арбиған аю саусақтарын сығыр-сығыр сығымдап, Махмұд Алуашқа төне түскен. «О ұлы падишах, бұл дүниеде сенің қара ормандай самсаған қалың қолыңа тап келер күш болған ба еді? Сенің жихан жүзін жапқан сансыз түмендеріңнің қасында Шыңғысханның әскері қара түнгі самсаған жұлдыз ішіндегі бір шоқ үркердей ғана». «Бір шоқ үркердей?» «Иә, ұлы хан, мен Шыңғысханның әскері тек бір шоқ үркердей дедім». «Ха-ха, сен түлкіден де айлакер, тапқырысың Алуаш. Тауып айтқансың. Қусың сен мұсылман. Ал енді сен мына нөкерлеріңмен маған кешке келіңдер, қарындарыңды майға толтырам» деген. Шыңғысхан арғы бергі бастан кешкен қилы күндерін ойлап отырып, өз анасы Меркіттің ақылды қызы Әуелұнның түсіңде ұзын жылан көрсең, ол ұзақ жол, көп олжа, ұзақ бақытты өмір, ұзақ жасар мәртебенің белгісі деген сөзін еске алды. Жол тілеп аш бөрідей іші ұлыған қалың қол 16 аттылы түменін ойлады. Торғауыт нояндарды бастап, ішкі ұлыстардан сақадай сайлаған 160 мың әскер. Өрге Алтайдан қиырдағы Хинганға дейінгі сан атырапта үдеріп көшкен елде ойраттың Қарақтай, Ұйғыр, Қырғыздан, Керей мен Найманнан жиылып, мұның қол астында жаңа түмендер құрып, құла дүниені кернеп жатқан қосынды әскер күшін еске алды. Төсегінен ебедейсіз көтеріліп, күзен ішігін жамылып тысқа шықты. Қыр ауасын кернеп, шығыстың салқын самалы есіп тұр. Ол енді байқады. Ерте сәуірдің айсыз қара түні ортасынан әлдеқашан ойысқан қара барқын түпсіз аспанның қиырында жасыл алмастай жарқырап, қашанғы бір орнында міз бақпаған темірқазық. Байлаулы ақ бозаты оны айналып ұзақ торумен, енді таң алдында алыс батысқа ойысқан жеті қарақшының шоқ жұлдызы көрінді. Ол сапар тоғысы өтіп, енді ұлы жорықтың жұлдызы туып келе жатқанының белгісі еді. 7-ші бөлімнің соңы.